Бүгінгі таңда сайлау бойынша қоғамдық пікірге сауалнама жүргізудің, сондай-ақ үгіт насихаттарын заңда көрсетілмеген мерзімде жүргізудің біршама осылармен ұштасқан біршама заң бұзушылықтар біздермен анықталды. Олар сауалнама жүргізуге қатысты біреуі осы Астана қаласында орын алды. Кінәлі адам Астана қаласы прокурорының қаулысымен 125 бап бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ тіркеу аяқталғанға дейін үгіт насихаттарын заң талаптарын бұза отырып жүргізген тағы да 5 факт анықталды. Біреуі бойынша Талдықорған қаласының тұрғыны WhatsApp мессенджері арқылы өзінің осы үгіт насихаттарын заңға қайшы жүргізген. Ол да тиісті осы кодекстің 102 бабымен әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қалғандары бойынша қазіргі таңда тиісті әкімшілік құжаттары жиналып, ол азаматтар жауапкершілікке тартылуда. Жалпы ағымдағы жылдың 19 наурызына осы тағайындалған сайлаудың біздің қоғам үшін, жалпы мемлекет үшін оның өзектілігін, маңыздылығын ескере отырып, осы сайлау кампаниясына барлық қатысушыларға заң талаптарын мүлтіксіз сақтау қажеттігі екендігін тағы да назарларыңызға аударамыз. Өз кезегінде прокуратура органдары әрбір заңның сақталмаған фактісі бойынша заңда көрсетілген барлық тиісті шараларды қолданатын болады.